Болсын тұр қамшылап шабандоздарың, ұйықтап жатқан рухымды қайта қозғадың. Ел мен жердің иесі, кәсіпкер болам, көріп алдым маңдайға тағдыр жазғанын. Салам, жаңа бұл кезде бізде Қытайдан товар сату, сондай солмен бастаған, кейін оқу орталығымен жүргіздім. Мені осы бір жарым 2 жылдай жүргіздім, қазір партнерствомен, только жаңағыдай партнермен жұмыс жасаймын сол жақта. Енді мен главный емес ол жақта. Орталық осы бизнес бастады ма или басқа? Жоқ. Детский продленка 8-ші микрорайонда, Яңы шаһарда. Жиырмасыншы мектепте. Мен балам сөйтіп оқиды. Менің курсыма әкеліңіздер. Қайсы продленкасы? 2 этажы бар ғой. Қанша жаса бұрышта. 23-ші мектептің несінде? Арғы бетінде. Сондай нем бар, кәсібім бар, одан кейін тағы да енді қосымша бар. Көп ол енді мен главный емеспін, оларды кейін біле жатарсыздар. Біле жатқанда не емес. Алдағы уақытта енді мен де көлікке ауысып жатырмын. Келіп жатыр көлікке. Прокат па? Прокат көлікке, иә. Сол бойынша маған келесіздер, Құдай қаласа. Енді мен отчет тапсыруым керек, не істеуім керек, мен қайта берейін, иә? Ал 28-лік шабандоздары, сіздер өте бақытты жансыздар. Бұндай мүмкіндік жылына 1 рет келіп жатыр. Тура 1 жыл бұрын осы уақытта ағай келген, тағы 1 жылдан кейін осы уақытта қайтадан ағай келіп тұр. Енді өздеріңіз ойлай беріңіздер, бұндай мүмкіндік енді 1 жылдан кейін келеді. Қандай бақыттысыздар. Бірге отырып тамақтану, бірге отырып тренингке қатысу. Қатыспайын деген адамдарды мен вообще басында түсінбеген едім. Молодцы. Одан да күштісі, өшеде жиналып жатқандар үздіктер. Үздіктер қатарында жүрсіздер. Молодцы. Өзіңізге шапқалақтай, өзіңізге үздікті алдын бермеңіздер. Бұдан кейін 1 апта оқисыздар, 1 аптадан кейін бітіру кеші болады, бітіру кешіден кейін әрқайсыңыз өз бизнестеріңізді домалатып алып кетесіздер. Құдай қаласа бизнестеріңіз үлкен дәрежеге жетіп, міне 100-де жүрген, 100-ді әрең тауып жүрген Динара осы айда пәлен 500 мыңға жетіп отыр. Мысалы, енді сауалға барса болады да, мысалы, әрқайсыңыз жете аласыздар, өздеріңізге айқын мақсат, нақты жоспар жасай алыңыздар. Құдай қаласа, тек қана алға, ағай сіздерге айтты, жастарға сенемін деді. Сіздерге сенеміз, біз сіздермен мақтанамыз. Біз болды, қарасам уже айлығы 25 мың теңге. Соны өте қиын болып, кейін тура сол білмей бағыма қарай шығып, бизнес бастау кезіліп, 20-шы шағында оқып аяқтадым, 2 ай. Содан бері қарай қазір осы бизнес бастаумен біргеміз. Осы сіздердің ағымдарыңызға ғана келуге мүмкіндігім болмады. Оның алдындағы барлық ағымдарға куратор ретінде болып, олардың барлық қиыншылықтарында, патштарында көмектесіп, негізгі бұл жақтағы салам маркетинг бойынша сабақ оқитын боламын. Сол бойынша барлық бизнестерін талқылап, керегінше Ахметбек ағайда Алматыда да өзгерісте боламын. Одан бөлек ағай осы жаққа талай рет келді, бизнестерін талқылатып, сондай сабақтардың барлығына қатысып, сол жөнінен студенттерге өзімнің көмегімді аямай беріп отырдым. Сол енді менің салам қазіргі таңда тігін тігетін курс бар, сол бойынша сабақ беремін. Сол астында апайлар бар, кісілер сабаққа өтеді. Және сол тігінді Қазақстан бойынша онлайн режимінде өтіп бастағаныма уже қазір 5-6 айдың көлемі болып қалды, онлайн режимінде өтіп жатырмын. Иә, 0-ден бастадым, шыны керек басында. Жауап оқыдым. Оқиды. Тігінді ма? 1 ай көлемінде оқиды. Мен өзімде негізінен басында 0-ден бастағым. Негіз көп адамдар айтады, 0-ден бастады десе, біреу сенеді, біреу сенбейді. Бірақ мен өз басым 0-ден бастағым. Кәдімгі үйдің ішінде оқытып бастағам. Қыздарды кейіннен уже реклама жақсы болды, күшейді, клиенттер келе бастады, риза болып, отзывтары көбейіп. Ары қарай уже офис алып, офис ашып, уже бір өзім ары қарай үлгермей, апаймен үлгермей, тағы да адамдар алып, менеджер жалдап, солай уже масштабирование жасадым. Ары қарай Қазақстан бойынша да көптеген сұраныстар келді. Сол бойынша уже онлайн режимінде де қазір Аллаға шүкір дамып жатыр. 2
2 ай болды. Екінші тағы да бизнесімді аштым. Бутик алдық. Қыздарға прокатқа кешкі тойлықтар беретін. Қазір сол бойынша да жұмыстар жасап жатырмыз. Соның жұмыстарымен осы 2 ай болды. Сіздердің де оқып жатқандарыңызға как раз сіздер келетін кезде қарбалас жұмыстар. Енді біраз ретке келтірдік. Алдағы уақытта бірге боламыз. Сіздермен де, сіздерге кейінгі келген студенттермен де. Басында негізі өзім жайлы кішкене оқу барысымен айтып кетейін. 2 ай кезінде мен негізінде мүлдем маған өте қатты қиын болды деп айтсам болады. Жаңағыдай ойлық себебі көп нелеріңіз айтып жатырсыздар, ол негізі кішкентай ғана бір бөлігі да уже ағайдың не деген сабақтарын оқып, оларды айтқан кезде даже 24 сағаттың өзін жеткізе алмайтындай жылағымыз келіп сөйтетін тұғын. Бірақ уже кейіннен сол нәрсені естігерсің, жаңа шаблон деп айтып жатыр ғой. Сол нәрсеге де біз үйрендік. Қазір оңай болып қалды оның барлығы. Даже оны өзің істемек, біреуге мысалы істетуге, сол арқылы өзің басқа жақта жүрсеңге сияған шотыңа келіп ақшалар мысалы түсіп жатады. Сол нәрсенің барлығы басында ара айтқан кезде ертек сияқты көрінеді, бірақ кейін уже өзімде қазір ойласам, маған да бір ертегі сияқты, өйткені туысқандарымыз қазір көптеген осы тігінде мысалы қанша осы Қазақстан бойынша қыздар оқып жатыр. Сіз бұны қалай жасадыңыз деп сұрайды да өзімнен де. Сіз қай жылғысыз деп басында мысалы менсінбей жасы кішкентайыңыз қалай үйретеді деген сияқтылар да болады, бірақ жаңағыдай методика өте жақсы бір методиканы алып өзім соны үйрендім. Методиканы аз уақыттың ішінде жаңағыдай қыздар өте керемет результат көрсетеді. И онлайн өзінде басында қалай болады деп қорқыныш, мен bunu жасай аламын ба деген сияқты нәрсе болды, бірақ ақырында негізі жасайын деген адам барлығын жасайды екен, істейді екен. Сол нәрсені істеп шығардық. Сол сіздерге де айтатыным, талмаңыздар, істейін деген нәрселеріңізді міндетті түрде істейсіздер, барлығы ниетте екен. Оған осы уақытқа дейін бірнеше рет өзімге көзім жетті. Ағайдың қаншалықты кеңестерін алып, сол тек қана қайтпай, қайсар бір негізі бизнесменге ең керекті бір мінез, шешім қабылдаумен бір қайсар мінез ғой. Осы екі мінездеріңізді жоғалтпасаңыздар, қайсар мінез қандай кедергі болса да біреу айтып жатса да нәрсе істеймін деп, енді әрине шешімде де мысалы дұрыс емес, жақсы дұрыс ойланып барып қабылдап, және тек қана алға қарай жылжып отырсаңыздар, ол барлығы өзінен-өзі кезде қалай болып кеткенін де білмей қалатын кездеріңіз болады екен. Сол Маржан 25 ағында қойын. Иә, Илана 25 ағында оқыдық, мен білесің Маржан. Менің нишам балалар массажы. Балалар массажы мен басында бөлден бастадым, үйлерге барып, аралап жүріп. 2 айдың көлемінде ақша таппадым емес, таптым. 400 мыңмен аяқтадым. Болған тұғым. Содан қазір енді 1-2 ай кішкене демалысы болып, бір рет мастер-класс өткізіп, сонымен енді офис жалға алып, өзім 10 жыл мемлекетте жаңағыдай жалшы болып жұмыс істедім. Медбике болып жұмыс істегем, одан кейін 1 жыл алды шығып кеттім. Содан ағайдың видеоларын көп көріп жүрдім, бір 3 ай ма зерттеген жарым ағайды. Басында сенбей жүрдім. Ал қазір енді өзгерген екен. Маржан оқып атқанда сенбей жүрдің ғой? Әлі де сектада деп отырмын. Енді қазір шүкір табысым 600-500 сондай көлемінде. Қазір 1-2 қызым бар үйреткен. Енді сабақ беріп бастаймын ба деп отырмын. Сол массаж жасағанда өзім қатты табыс жағынан ақша да келіп жатыр. Өзіме ұнайды мысалы. Сол жағынан өзімді дамытамын. Сол сияқты сіздер де табанды болыңыздар, ерлеңіздер, ары қарай жалғаса беріңіздер. Ал жақсы, сіздер жақсылап отырыңыздар. Менің аты-жөнім Берік Сахараниев мен Мұстафа Шоқай ондығынанмын. Бүгінгі өзгеріс тренингінен алған инсайттарым өте көп. Өміріме деген көптеген керек дүниелерді алдым. Көп нәрсені дұрыс түсінбей жүр екенмін. Сөйтсек бәрі өзіміздің қолымызда, өзіміз саналы түрде жасасақ, қолдан бәрі келеді екен. Давайте. Суретін жерді. Бастаңыз. Амандасаңыз ба? Саламатсыздар, менің есімім Арслана Күнқыз, 28 ағым, Мажар Жұмабаев ондығынан. Бизнес бастау кәсіпкерлік мектебіне келгелі өзімді, санамды өзгеріс болып жатыр. Жан жақты отбасыма да өзгеріс әкеліп жатырмын, және де жан жағындағы адамдарға да сол өзгеріске шақырамын. Келіңіздер, тамаша мүмкіндікке ие болыңыздар.
Мен ба? Бастаңыз. Айтыңыз. Амандасып па қалай? Қалай ыңғайлы? Ассалаумағалейкум, бизнес бастаулықтар. Бүгінгі күн ерекше. Бүгін өзгеріс. Бүгін жай өзгеріс емес. Бүгін сапалы қазақ болу күні. Сапалы қазақтың бүгін таралатын бір нүктесі. Осы Шымкентте өтіп жатыр. Ахметбек ағамның бүгінгі сабағы керемет өтті. Қалай? Бұлай басында жарыс болып жатыр. Керемет. Келіңіздер. Сіздерге де Баста. Сәлеметсіздер ме қазақ елі? Бүгін өте керемет күн. Ахметбек Нұрсила ағамыз келіп, ағайды көріп, керемет эмоцияда, керемет көңіл күйде отырмыз. Миымызда жарылыс болып жатыр, өзгеріп жатырмыз. Әрине жақсы жаққа қарай. Бизнес бастау мектебіне алғысым үлкен шексіз. Бұл жерден алған білімім өте биік дәрежеде. Құдай қаласа оны одан сайын ары қарай дамытамыз деген ниеттеміз. Келіңіздер, көріңіздер, ұнайды деген 100% кепілдік береміз. Сәлеметсіздер ме? Құрметті достар, менің аты жөнім Қуатова Убеке, Кенжабай қызымын. Мен бизнес бастау мектебінің Мағжан Жұмабаев тобынамын. Мен осы бизнес бастау мектебіне келгелі бері өте керемет өзгерудемін. Бүгінгі алған инсайтым өзі келіп тренинг өткізгеннен өте керемет рух алдым. Орта таптым, өзім керемет орта тауып жатырмын. Негізінен алғанымыз өте бақыттадым. Өте біз бақыты бар адам екенбіз. Осындай адам бізге сабақ өтіп, осы түрлі жол көрсетіп, осы Ахметбек ағайдан алған білімдерімізді біз ақтап, келе жатқан ұрпағымызға, балаларымызды солай тәрбиелеуге ынталанып жатырмыз. Және де жан-жағымызға, достарымызға айтып, бір-бірімізді қолдап, бір-біріміздің бизнесімізді қолдап, бір-бірімізді әрқашанда қолданып жүрейік. Ассалаумағалейкум, қазақ жұрты. Мен осы бизнес бастау арқылы көп нәрсені түсіндім. Әсіресе бүгінгі өзгеріс сабағынан көп әсер алдым, үлкен сайт алдым. Өзгеріңіздер, ұйықтап жатқан саналарыңызды өзгертуден қорықпаңыздар. Алға. Тоқта қазір бас. Армысыздар қазақ елі Алталаш. Мынау бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінің жетекшісі Ахметбек Нұрсила ағамыз бизнеспен Алаштың қандай қатысы бар деп мен алдында ойлайтын едім. Ал негізінде өткендегі ағайдың бір сөзі маған үлкен инсайт болды. Ең құрбағанда 3 миллион таба алмасаң, ел туралы, халық туралы, халықтың атынан сөйлеуге хақың жоқ деген маған қатты өтті. Мен өзім бала кезімнен ел, ол қазақ деген ұлтжандылық, елжандылық қасиет бар еді бойымда. Осы сөз маған қатты әсер етті. Сондықтан елді, жердің мүддесіне жұмыс істеу үшін міндетті түрде бай болу керек, бизнесмен болу керек. Тек қазақтар қазақтың елінің, жердің байлығын игеріп, қазақ жерінде алшаң басып жүру керек. Рахмет. Кешар бизнес бастаулықтар, есім келмей тұрып, тұрар сұлғындығынамын. Бұда өзгерістен алған инсайдым. Жаңағы сен кез келген ісің барлығы эмоция келтірілер екен. Яғни жетістікке жету. Яғни сен қалай ойлайсың, солай өмір сүресің. Ең алдымен өзіңнің жаңағы инсайдың эмоциясының жақсы жоғары нәтижелі болу. Сол арқылы сен кез келген проблеманы ойып шешіп тастайды екенсің. Инсайд осы. Және бәріне сәттілік. Бүгін Ахметбек ағайдың жаңағы бірге ақылын тыңдап отырғаныма өте қуаныштымын. Рахмет. Ассалаумағалейкум, бизнес бастаулықтар. 28 шағын шабандозым, есімім Мадияр. Бүгінгі өзгерістен алған инсайдым, мен өзім семьямды өзгерткім келіп жүрді, бірақ алдымен өзім өзгеру керек. Соны оқыдым бірінші. Сосын әкеме айтқан ауыр сөздерім бар шығар.
есіме алдым, ол ертең балам өсіп жатыр. Маған сол күн келуі әбден мүмкін да ол. Әкенің құрметін енді бүгін, именно бүгін түсініп жатыр. Сол жалпы өзгеріс болып жатқан. Молодец. Барлығымызға сәттілік, алға. Ой, рахмет. Достаңыз. Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Мына бүгінгі бизнес бастау мектебі бүгінгі өзгеріс тренингіне шығып отырмыз. Яғни мына бизнеске өзгерістің не қатысы бар деп ойлаймын. Бірақ негізі өзгеріс, яғни бизнес өзгерістен басталады. Адам өз-өзін өзгерту. Яғни бүгінгі өзгеріс сабағында біздің алған сабағымыз өте үлкен, көп нәрсе, көп рухани байлық жинадық. Яғни тек қана ақшамыз емес, тек материалдық емес, рухани байлық, құндылық, ата-ананы сыйлау, бауырларын сыйлау, адамның жан дүниесін ояту деген сияқты заттарды үйрендік. Әрине, егер осындай рухани жағынан бай адам бизнеске келетін болса, ол халқына, еліне өте үлкен пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Сондықтан барлықтарыңызға осындай өзгеріс бизнес бастау сабақтарына қатысуға кеңес беремін. Ой, рахмет. Бастаңыз. Ассалаумағалейкум, қазақстандықтар. Көңілдеріңіз қалай деп бастайын. Мен бизнес бастау 28 шағын шабандозымын, әрі болмасымын. Бизнес бастау керемет эмоциямен, керемет көңіл күйді, керемет өмір сыйлады, ең бастысы. Керемет денсаулық сыйлады. Сіздерге айтарым, бизнеске келіңіздер, кәсіпкер болыңыздар. Кәсіпкер болғанда да қазақи кәсіпкер, нағыз қазақ деген кәсіпкер болыңыз, патриоттық кәсіпкер болыңыз. Мұнда келгендердің бәрі ақша емес, ақша адамға жұмыс істейтін кәсіпкерлер. Біз халыққа жұмыс істейтін кәсіпкер болып шығамыз. Әрдайым көңіл күйді жақсы болып жүреміз, 100% кепілдік береміз. Кәсіпкер болып шығуға, яғни бірге істесек. Келіңіздер, қатысыңыздар, оқыңыздар, ешқашан өкінбейсіздер. Бірден шешім қабылдаңыз. Ой, рахмет.